Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өз ойымнан шығарылған нәзік салатының рецептісімен бөлісемін. Бұл салатқа ет қосылмайды. Тек көкөністерден жасалатын, дәмі нәзік болып келетін салат. Пісірілген картопты, сәбізді және қатты сырды үкіштен өткізіп аламыз. Содан кейін жұмыртқаны ағын сарысынан бөліп, сарысын вилкамен ұсақтаймыз. Ал жұмыртқан ағын және қызылшаны үкіштен өткізіп аламыз. Тортқа арналған разъемный форманың шетіне салафанды салып қойдым, салат жабыспау үшін. Енді осы формаға көкөністерді кезекпен салып, орталарына майонезді жағамын. Менде бірінші қабатына қызылша, содан кейін сәбіз, картошка, жұмыртқаның сарысы, сыр және жұмыртқаның ақ еті орталарын тегістеп майонез жағып шықтым. Және бәрін болғаннан кейін 20 минутқа тоңазытқышқа салып қойдым салат. Енді осы салаттың үстін әсемдеу үшін мен пісірілген қызылшаны алып пышақпен жұқа қылдырып кесіп, видеода көрсетілгендей. Осы қызылшаның үстін печеньеге арналған формамен кесіп алдым. Мен жүрекше формасын алдым. Жүрекше формаларының көлемдері әртүрлі. Енді осы жүрекшелермен салаттың үстін әрлеймін. Дайын салаттың сыртындағы разъемный форманы және салафанды алып тастаймын. Салат дайын, ас болсын.